сіздерге тағы бір өзімнің құдам тұратын неде Таразда. Сол кісі үнемі больницада жататын, жаңағы бруцеллез деген білесіздер, иә? Оны бізде медицинада не істейді, жазылмайды дейді. Ол әсіресе көктем мен күзде қатты обострение береді, аяқ қол қақсап, үйді. Соған ол соңғы кездері жатпай қалды. Сөйтіп былайша үнемі тойға барамыз да қайтамыз, или әйтеуір сондай бір той жиындарға барамыз да қайтамыз, былай осы жақында отырып өзі үйге келді, құдағиларым сол кезде отырып осы әңгіме болып қалды денсаулық туралы. Сол кезде ол кісі осы не ішкен, мен ойлап жүргенім, что-то осы не алып жүрген екен деп Құдайдың құдіреті. Қарасаңыздар, сөйтсем осы атсыдан ішіпті ол, біреудің айтуы бойынша. Сонымен ол қазір жақсымын деді. Сосын мен айттым, Құдеке, ол қазір оның несі шыққан, свечасы деп, ол кісі вообще қуанып кетті. Ол қайта мен Дорогов туралы айтам ба десем, ол маған информация берді. Мен айттым, сіз күшті біледі екенсіз ғой десем, ол әбден өзі жазылғасын, ол сондай. Адамдар өзі тарихы, историясын зерттейді ғой, әрине, жаңа Дороговтың нелерін бәрін оқыпты, соны көзін жойып жіберген екен, көрдіңіздер ма деп, ол қайта ол кісі маған айтып жатыр, жаңа нелерін, өзінің ойын, мнениесімен от всей души тыңдадым. Ол кісі айтты, если не қылса, мен Құда қаласа, вот свечасы болады деп, обязательно жіберіңіз маған деп сөйтіп кетті. Көрдіңіздер ма? Бруцеллез деген ол қазақша сарып дейді. Ол сарып, ол вообще жақсы емес, негізінде жайлап, ол іштегі бауырда. Мен, потому что ол бұрын болған, көз алдымда өткен бір адамдарда аяғым деп сарып бар ғой дейтін үлкен апаларда бұрын білмейтін, ол сарып несі деп. Сөйтсе ол сарымыз бруцеллез екен. Көрдіңіз ба, содан жазылып отыр бұл кісі. Қазір еңі жақсы асып, тозып, енді әрине адам ауырғаннан кейін жанына батады ғой, енді қазіргі реңі де жақсы, өзі айтамай қайтамаған Дороговтың историясын бәрін айтып жатыр, ол мен әбден күлдім. Енді көрдіңіздер ме, қыздар, керемет, енді Құда қаласа, енді только жұмыс істеу керек болып, басқа еш нәрсе керек емес. Анау диагноз не бар, қайтемін, не істеймін деп, әлі көресіздер, неше түрлі отзывтарды өздеріңіз жазатын боласыздар. Керемет, жақсы, Алла Құда қаласа әмсе жүзімізді жарық еткен болсын.